Қайырлы күн достар, сіздермен осындай керемет болып шығатын пахлава дайындайтын боламыз. Алдымен ұнымызға салқын маргаринімізді үкіштен өткізіп, песочное тесто жасап аламыз. Үкіштен өткізіп болған соң қолдарымызбен осылай маргариніміздің бүкілін ұнмен араластырып, жақсылап езіп песочное тесто жасап аламыз. Ұнымыздың ортасын дөңгелетіп, ішіне жұмыртқаның сарысын, қаймағымызды және разрыхлителімізді салып тесто жасаймыз. Қамырымызды елеп болған соң холодильникке 30-35 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын жасаймыз. Жаңғақтарымызды блендермен езіп аламыз. Қатты езіп жүрмеңіздер. Үстінен жұмыртқаның ағын салып, шекер салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды төртке бөлетін боламыз. Үшеуі кішкентай, екеуі орташа болу керек. Бөлінген қамырларды осылай домалатып қоямыз. Ең бірінші үлкендеу қамырды жайып, пергамент қағазға жайып шығамыз. Начинкаларымызды теңде 4 бөлікке бөлеміз. Начинкамызды жақсылап бүкіл жеріне жайып шығамыз. Келесі тестамызды жайып болған соң үстінен қойып, тағы да начинка салып, бүкіл тесталарымызды осылай жайып начинкаларын салып шығамыз. Соңғы қамырымызды жайып болған соң шетіндегі қалған қамырларды кесіп алатын боламыз. Кесіп болған соң қамырымыздың үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып болған соң пышақтың көмегімен пахлавамыздың формасын келтіреміз. Менде бұл жерде ромбик формасы. Формасын келтіріп болған соң үстінен жаңғақтарымызды қойып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп шыққан соң пахлавамызды осылай ромбик тәріздес етіп кесіп, балымызды жағып шығамыз. Духовкада тағы да 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.